Келесі 310-шы есебіміз кестені толтырыңдар еді. Екі санның көбейтіндісі 48-ге тең. Енді бұл 6 және 8 санының ең үлкен ортақ бөлгіші екеуіне де бөлінетін сан, ол бізде 2-ге тең. Ал енді ең кіші ортақ еселігі екеуі де бөлінетін санның кішісі, яғни 24-ге тең. Ең үлкен ортақ бөлгіш пен ең кіші ортақ еселіктің көбейтіндісі 48-ге тең болады екен. Келесі, екеуінің көбейтіндісі бізде 108-ге тең. Ең үлкен ортақ бөлгіші белгілі, ең кіші ортақ еселігі екеуі де бөлінетін санның ең кішісі. Сонда 36-ға тең. Енді 3 пен 36-ның көбейтіндісі 108-ге тең болады екен. Келесі, көбейтіндісі екеуінікі 270-ге тең. Екеуі де бөлінетін санның ең кішісі 3-ге тең. Және екеуінің көбейтіндісі тағы да 270-ге тең болады. Келесі, 1440-қа тең екеуінің көбейтіндісі. Екеуі де бөлінетін санның ең кішісі 12-ге тең. Ал ең кіші ортақ еселігі екеуі де бөлінетін сан, екеуіне де бөлінетін сан, екеуі де бөлінетін сан. Келесі 311-ші есебіміз. Тістегіштің біріншісінің 54-тісі бар, екіншісінің 90-тісі бар. Тістегіштердің қозғалысқа дейінгі жанасып тұрған тістері белгіленген. Бірінші тістегіш неше айналым жасағанда белгіленген тістердің алғашқы қалпына келеді дейді. Ол үшін біз ең кіші ортақ еселігін табамыз 54 және 90 сандарына. Тең 54 санын жіктеп алайық. Ол бізде бөлінеді 2-ге, бөлінсе 27-ге де, 27 3-ке бөлінеді 9, 9-ды 3-ке бөлсек 3, 3-ті 3-ке бөлсек 1-ге тең. Енді 90 санын жіктеп жазайық. 90 саны бөлінеді 2-ге, бөлсек 45-ге тең. 45-ті 3-ке бөлеміз 15-ге тең. 15-ті 3-ке бөлсек 5-ге тең, 5-ті 5-ке бөлсек 1-ге тең. Енді екеуінде де бар санның ең үлкен дәрежесін аламыз. 3-тің 3-ші дәрежесі және 2 санын 5-ті аламыз. Көбейтіндісі тең болады бізде 270-ке. Енді есептің шартында бірінші тістегіш сұраған, ол бізде 54-ке тең. Сонда 270-ті бөлеміз 54-ке, нәтижесі тең болады екен 5-ке. Яғни 5 айналым жасаған кезде өзінің алғашқы қалпына келеді екен. Келесі 312-ші есебіміз. Ашық аттың бағасы 45 теңге. Айнұрда 20 теңгеліктер ғана бар. Егер сатушыда қайтарып беретін ақша болмаса, Айнұр кем дегенде неше ашық ат сатып ала алады дейді. Ол үшін біз 45 және 20 сандарының ең кіші ортақ еселік табамыз. Жіктеп алайық. 45 санын бөлеміз 3-ке 15-ге тең. 15-ті 3-ке бөлсек 5, 5-ті 5-ке бөлсек 1-ге тең болады екен. Келесі 20 санын жіктеп жазайық. Ол бізде 4-ке бөлінеді 5, 5-ті 5-ке бөлсек 1-ге тең болады. Енді 3-тің 2-ші дәрежесін аламыз, 4-ті аламыз, 5-ті аламыз. 20 көбейтсек 180-ге тең болады екен. Енді неше ашық ат сатып ала алады деді. Сонда біз ашық аттың бағасы 45 теңге тұратын болса, 180-ді бөлеміз 45-ке, сонда нәтижесі 4-ке тең болады. Яғни 4 ашық ат сатып ала алады екен.